Қандыбұлақ оқиғасы. Қасиетті Ұлытау өңірінің заманында талай тарихи оқиғалар өткен ғой. Ашылғандарынан ашылмай, сырды бойына бүгіп жатқандары көп екені даусыз. Соның бірі осы Қандыбұлақ оқиғасы. Бұл оқиға заманында аймақтағы елді еңіреткен қара жүрек зұлымдықтың бұрын соңды құлақ естіп көз көрмеген көрініс еді. Қорғасын селосы бұрынғы аты Дәбей, Шеңбер ауылының орталығы. Осы Қорғасынның оңтүстік шығысында Ұлытау мен екі арада Арғанаты тауының сілемі Алайғыр деген адыр бар. 1964 жылға дейін бұл жерде кеңшардың қыстағы болды, кейін бос қалды. Осы адырдың батыс жақ етегінде бір бұлақ бар. Мұны ел Қандыбұлақ деп атайды. Бұлақты шарбақпен қоршағандай тура жиегін дөңгелетіп көмген адамның моласы. Бұлаққа сол молалардың арасымен ғана барады.